kız baylanar. Kuşak dolup gülge Şakınlar men birge Er jıl sayın ay toylanar. Kızık savuk sayram Köngül şatmaz meyram Merekege bulgun aynalar. Bugün Senin tuğan günün Zor densavık dileymin Bakıt ömür sürgün Janımda bolsun deymin Aşar köngül sırım Jan serigin. Bugün Senin tuğan günün Aman bolsun ata-anan Dardu etken gumur Er gününe jaratkan Töksün şuak nurun Oynap gülgün. Tokat tasıp Kuvanış kernep tur janım Arasında Doşarın tuğaz tuğanın. Men jıra biye Şala söz ben sıya Kırgızer senin dumanın. Yesin emkek beyten Yeş nerse jetbeyten En bakıtlı gün tuğan gün. Bugün Senin tuğan günün Sol densavık dileyim. Оттан түспеген ұлдары, аттан түспеген тектердің ұрпақтары той құтты болсын деп қол соғайық, құрметті Жетісу. Асыр той, киелі мекен жер жанаты Жетісудың төрінде Ақтүйенің қарныға жарылып, күні кеше ғана шыр етіп дүниеге асылындай сәби келсе, бүгінгі таңда сәбиіміз ер жетіп, бір жасқа толған туған күнімен тұспа-тұс келіп отырған өмірге деген алғашқы қадамын басқалы отырған ағайындар. Әрине жерде бір періште қуанса, көкте мың періште қуанады деген қазақпыз. Ендеше бүгінгі асылындай қызымыздың төл мерекесі туған күніменен шын жүректен құттықтап келген қадамдарыңызға Алланың нұры жаусын деп өздеріңізге бір қол соғып қойыңыздар. Талдықорған. Құрметті жетісулықтар, олай болатын болса арнайы Алталаштың басын қоспаса да ағайын туғанның басын қосып, киелі мекен Жетісудың төрінде ұлан асыр тойы жасап жатқан бүгінгі той иесі арнайы Жандос мырза менен Нұржамал ханымды орнымыздан тұрып, шапалақты ұрып, әрине бүгінгі тойымыздың себепкері асылындай қызымызды қарсы алайық. Той иелері келе жатыр. Жандос мырза, Нұржамал ханым отырарға келіңіздер. Асылым қызымыздың бір жасқа толған туған күні құтты болсын ағайындар. Осы асылым қызымыз халықтың елдің баласы болсын деп бір қол соғып қойыңыздар ағайындар. Bir жасқа толған туған күнімен тұспа-тұс келіп отырған ағайындар, өмірге деген алғашқы қадамын басқалы жатыр. Той құрмасы құрметті жетісулықтар. Әрине жаңа айтып ғой, Алталаштың басын қоспаса да ағайын туғанның басын қосып дүркіреп той жасап жатқан Жандос мырза менен Нұржамал ханымға бір қол соғып қойыңыздар ағайындар. Құрақ дейін осы құрақтарыңыздың қызығын көруді Аллах тағала нәсіп етсін дегіміз келеді. Жандос мырза, әрине адам баласы мың жасамайды, адам баласы ұрпағымен мың жасайды деген қазақпыз ағайындар. Осы бүгінгі тұла бойы тұңғыштары асылым қызымыздың өмірі жасы ұзақ болсын,
Осы 10 жасында ойнақтаған тайды мінген 20 жасында серлеткен қыз болсын, 30-на жетпей орда бұзып 40-ында қамал алып, 50-інде ел басында отыратын бір азаматша болсын деп бір қол соғып қойыңыздар, құрметті жетісулықтар. Мінекей, мынау бүгінгі дүбірлі тойларымыз құтты болсын. Осы асылымдай қызымыздың артынан тоқтап қалмай, тағы да шекесі торсықтай 5 ұл, 5 қызды дүниеге келіп, осы Жандос пенен Нұржамал футболный команда болсын деп бір қол соғып қойыңыздар, құрметті жетісулықтар. Бәрекелді, мінекей, ағаш жапырағымен көрікті болса, адам ұрпағымен көрікті дейді. Осы ұрпақтарымыздың қызығын көруді Аллах тағала нәсіп етсін. Қазақ не дейді? Қазақ айтады: қызым менің қырдағы құралайсың, ұлым менің мұлагер мұрадайсың. Естимісің есі кеткен ессіз дүние, неге менен сүйінші сұрамайсың дейді. Бүгін осы Жандос мырза менен Нұржамал ханымның шаңырағынан сүйінші сұрайтын күн, өйткені Ақтүйенің қарны жарылып, дүниеге асылымдай қыз келді деп қол соғайық. Талдықорған. Біз асылым қызымыздың тұсауын кессек деген ниет болып отыр. Арнайы бүгінгі тұсауын кесу үшін сонау Ақтаудың төрінен келген осы бүгінгі асылым қызымыздың кіндік әкесі менен кіндік анасы Ғабиден мырза менен Ақжайық ханымға бір қол соғып құрмет қошеметпен ортаға шақырайын. Қол соғып қойыңыздар. Кіндік анасы менен кіндік папасын шақырайын. Арнайы бүгінгі асылым қызымыздың тұсауын осы Ақжайық ханымға, яғни Ақтаудың төрінен келген Ақжайық ханым секілді халықтың, елдің инабатты ибалы қызы болсын деген ниетпенен осы бүгінгі асылым қызымыздың тұсауын Ақжайық ханым кессе деп отырмыз. Ардақты ағайындар, бір қол соғып қойыңыздар. Осы бүгінгі Жәкеңнің, яғни Жандос мырзаның туған келіні, ұлың жақсы болса бір бақыт, қызың жақсы болса мың бақыт, келінің жақсы болса шын бақыт деген қазақтың ардақты ағайындар. Ендеше бүгінгі шын бақыттары Ақжайық ханым осы бүгінгі асылымдай қызымыздың тұсауын ешкімге қиянат жасамасын деген ниетпенен, тоқ шекпен кесіп жатамыз, өмірінің соңына дейін тоқ болып өтсін деген ниетпенен, жасыл жіппен кесіп жатамыз, өмірінің соңына дейін жаздай жайнап жарқырап жүрсін деген ниетпенен. Енді бүгінгі асылым қызымызға ала жіп бұйырған екен. Ендеше ала жіппенен осы бүгінгі асылым қызымыздың тұсауын кесейік, ешкімнің ала жібін аттамасын, ешкімге қиянат жасамасын деген ниетпенен, ардақты ағайындар. Асылым қызымыздың тұсау кесу рәсімін маған тапсырып жатқандарыңызға көптен көп рахмет. Ал бісміллах, қаз бал тұсауын кесейік. Ал енді Ұлан мырзаны ортаға шақырайын. Ұлан мырза ортаға қарай келсеңіз, осы бүгінгі тұсау кесері рәсімінің Құдай болмасын, еш жамандық болмасын. Айтқан кесін. Жолың ашық болсын, өмір жасы ұзақ болсын, үлкен халықтың баласы болсын. Қыз болсын, әкеші қызыр көрсетсін. Әкеші жауын болсын, жалғыз қыз емес, балалар көп болсын. Әумин. Әумин. Әумин, балалар көп болсын. Әумин. Мен бірінші куплет қайырмасын ағам бере салу батан. Ал, бісміллә, оң аяқтан ақ кел. Шапалақ соға, құрметті жетісулықтар. Артынан кесесіз. Шапалақ соғып қойыңыздар. Алғашқы қадамы құтты болсын асылым қызымыздың. Тұсауынды кесейін, ала жіпті шешейін, құтты болсын талабың сенің. Қошемет көрсетейік. Бөбегім шын көңілмен, тілегім бол өмірде, тұсалмасын қадамың сенің. Медицина саласында қызмет жасайды. Үлкен доктор болсын деп тұрған соқпын. Халыққа шашудан алыңыздар, шашудан. Сіздерге осылай той жұмысы өз құрметті қазақ. Осы бүгінгі той иесі Жандос мырза менен Нұржамал ханымның беретін сый-сияпаты бар екен. Мынау енді құр қолға бата жүрмейді дейді. Мынау енді шапағымыз деп білерсіз. Арнайы бүгінгі тұсау кескен Ақжайық ханымға бір қол соғып қойыңыздар. Жандос мырза ортаға келіңіз, Ақжайық ханым ортаға келіңіз. Енді ардақты ағайындар, Ғабиден мырза шаруаларымызбенен сапарменен қазір осы тойымыздың ортасында болу керек еді, бірақ келе алмай қалды. Дей тұрғанмен де сол кісінің үлкен сәлемдемесін, ақ тілегін осы Ақжайық ханым өзі сонау Ақтаудың төрінен арқалап келіп отыр. Қазір ортасында тойымызды тыңдай жатарсыздар. Енді дей тұрғанмен де осы бүгінгі тұсауымыз
кішкентай сәбиіміздің тұсауын кесіп бергеніңіз үшін арнайы Жандос мырза менен Нұржамал ханымның атынан арнайы сый-сияпатымыз бар. Рұқсат болса микрофон түскенін осы той иесіне ұсынайын, сізге атап ұсынсын рұқсат болса. Той құтты болсын. Абысыма рахмет, сонау Ақтаудан келіп, біздің Асылымның кіндік мамасы әрі біз үшін арнайы келіп, тұсауын кесіп, бір ауыз сөзімді жерге тастамай, бізде сый-сияпатымыз бар. Кіндік мамасы мен папасына сый-сияпатын сұрап берейік. Кіндік мамасына алтын қол соғып қойған алтындай жайнап жарқырап жүрсін деген ниетпен алтын сақина кіндік папасы Ғабиден мырзаға яғни Талдықорғаннан сәлемдемесі деп арнайы Rolex-тің сағаты Италиядан алдыртқан заказбенен сағаты тоқтаса Ғабиден мырзаның өмірі тоқтамасын дегіміз келеді. Арнайы мынау және де сізге той иелерінің атынан қабыл алыңыз. Бір қол соғып құрмет қошемет көрсетіп қойыңыздар. Бір фотоға түсіп аламыз ба? Бір фотоға түсіп алайық. Абысын тату болса ас көп деген қазақпыз. Абысының тойын қуанышып бөлісіп, ақ мұз, ақ қар көк мұзға қарамай осы Жетісудың төріне тағы да қош келіп жатырсыз дегіміз келеді. Қалған осы екі ала жіп бар. Осы дастарханда отырған ағайын туыстарға соны шақырып, осындай той сіздердің де шаңырақтарыңызға жұғысты болсын. Осындай той, осындай сәби келсін деген ниетпенен бір екі қонаққа берсек деп отырмыз. Кімге береміз? Үйленсін, үйленбесін любойына бере берейік. Осындай той жұғысты болсын. Кім? Айдар аға мен Қуанышқа Нұржамал айтты. Айдар ағасы менен Қуаныш мырзаға да келіңізші. Қош келдіңіздер. Енді мына ала жіпті арнайы той иелерінің атынан сіздерге ұсынайын деп отырмын. Сіздердің де шаңырақтарыңызда осындай той болсын. Сіздердің де шаңырақтарыңызда осындай сәбидің үні естілген бесік той, тұсаукесер той болсын деген ниетпен. Енді бұл жіптің жолы деген болады. Сол жолын мына кісілерге жасап кетсеңіздер болады. Алып күтеміз. Тұра берсінші дейші, батаның ақшасын шығарып алдым нормально. Так, жаңа сөйлейік. Ал той жұғысты болсын, осындай сәби келсін сіздердің шаңырақтарыңызға. Какой-то уже полный бесотчетный случай. Рахмет, той жұғысты болсын. Ал енді той құтты болсын, құрметті жетісулықтар. Енді Жандос мырза менен Розғанға қош келіпсіздер. Мінекей жаңа айтып жатырмыз ғой, баладай көңілмен даладай дастархан жайып жатыр деп, сол дастарханның тағы да төріне қош келіпсіздер. Енді мына Жандос мырза менен Нұржамал ханымның жанына жақын деген қонақтар сіздер. Бүгін осы той иелері сүттің бетіндегі қаймағын жиып алып, яғни жанына жақын деген қонақтар сіздер ардақты ағайындар. Ал енді құрметті жетісулықтар, той құтты болсын. Жандос мырза, Нұржамал ханым той қыласын, әулеттеріңізге таудай талап бергенше бармақтай ғана бақ берсін деп бір қол соғып қойыңыздар. Аумин деп бат алсам, Ұлан мырзадан ала берейін бе? Ала берейін, Ұлан мырза. Асқараманды, басқа абал болсын. Асқараманды, әулетім өсе берсін. Әулетім жүре берсін. Әумин, әулетім өсе берсін, әулетім жүре берсін. О, қандай керемет бата. Ал енді құрметті жетісулықтар, сіздердің құрметіңізге жайылған ақ дастарханның беті ашық. Алдымыздағы бұйырған дәмнен астан суды алып отырыңыздар. Той боласын, құрметті қазақ елі. Арнайы бүгінгі Жандос мырза менен Нұржамал ханымның жайған ақ дастарханның басына тағы да қош келдіңіздер, Талдықорған. Соғып қойыңыздар. Жандос мырзаға бір шапалақ соғып қойыңыздар. Нұржамал хан ортаға келіңізші. Шапалақ соғып қойыңыздар. Бүгінгі бір тойдың ерекшелігі, келген қонақтар сіздерді бір сынап емес сыйлап келген көрініп тұр. Сыйлап келіп отыр да? Сыйлап келіп отыр. Сыйлап келіп отыр да? Мына шапалаққа біз қалғақтанбаймыз. Жандос мырза менен Нұржамал ханымға шапалаққа бізбен бірге тұрасыздар. Бізбен бірге.
тағы келсін. Нұржамал 119-ға келсін. Bir жыл болсын құлағы тиіш өмір сүрсін деген. Рахмет, той құтты болсын. Осы тұла бойы тұңғыштарыңыздың қызығын көруді Аллах нәсіп етсін дегіміз келеді. Қыз өссе елдің көркі, гүл өссе жердің көркі деген қазақ қыздарда тағайындар. Ендеше бүгінгі асылтай қызымыздың бір жасқа толған туған күнімен тұспа тұс келген өмірге деген алғашқы қадамы құтты болсын, қадамы ұзағынан болсын, құрметті жетісулықтар. Рахмет. Дастарханға жайғасыңыздар. Енді арнайы бүгінгі Ақ-дастарханның басында үлкен асымыз дайындалып болғаннан кейін күмбір деген күйдің әуеніменен қазақтың ұлттық тағамы ет. Сірне екен ғой. Ортада үлкен ас келеді, асты бастап бас келеді. Құдаға бас, құдағиға жапбас, нағаштарға орынға, тастастарға жұмыртқа. Үлкен асқа басқа әулетті үлкендері бата берсін. Аңдаймендасын, еш жамандық болмасын, асқа адалдық, басқа амандық берсін. Әумин. Асқа адалдық, басқа амандық. Сенің өре берсін. Құлағыңыз болсын. Әумин. Бүгінгі тойда батадан сыйып болды. Рахмет, енді алдыға ас қойдық, екі болды бос қойдық деп алдымыздағы берілген дәмнен астан судан алып отырыңыздар. Біз болса арнайы бүгінгі тойымыздың шымылдығын арнайы ақ тілекпенен таудай тілекті жұдырықтай жүрекке сыйғызып келген арнайы бүгінгі асылындай қызымыздың той қуанышын бөлісіп келген Жандос мырза менен Нұржамал ханымның бауырларын ортаға шақырып келіп отырған ағайындар, бірге туғандары Әсел ханым бастап келіп отырған Ахмет, Бағила, орынбасар Жанар, Бауыржан Жадыра, Айбар Мако деп жазған екен. Сұлтан Динара, Зарина Айдос Мөлдір Мадина, Қуаныш Сымбат, Ұлан Гүлзат, Дулат Меруер, Абзал Қаламқас, Мәулен Дания, Ер Дәулет Салтанат, Хасанғали Жұлдыз, Аманат Диана, Сұлтан Гүлжанат, Райымбек Диас, Жасұлан Жадыра 10 мың теңгеден алып шықсын деп жазып тұр. Бауырлар! Тектелдің ұрпақтарымыз тектеден текті тұруат, тектілік тұқым қуат деген осы шығарған ағайындар. Сондықтан да текті әулетте болып жатқан күн бұлан азыр тойы құтты болсын. Әсел ханымнан бастайық қой. Оқыс үлкендерден бастайық қой, кісі келмеді дейді. Ассалаумағалейкум. Тойға жиналған қауым. Деген тағамдарыңызға нұр жаусын бәріңізге. Құда балалар. Ал Жандос Нұржамал, қыздарыңыз туған күні құтты болсын, өмір жасы ұзақ, дені сау болсын. Өстіп ортамызда ойнап, күліп, шаққылап жүре берсін енді. Ағын беріп, батасын беріп, құда ғой деймін ағын сөзді. Құданың енді айтқан тілектері қабыл болды. Алдыңыз аузы күліп дей сауып болсын енді. Күліп ойнап, шаққылап, жүре берейік, осындай кең дастарханда той жүргізіп жатқанда тамада жігітке де рахмет енді. Аман болайық, еліңіз сау болсын енді алайық. Ал Жандос, Нұржамалына кішкентайлардың туған күнімен өмір жасы ұзақ, дені сау болсын, үлкен азаматша болсын, итте көрінсін. Келіп отырған құдаларға, құдағиларға, өзім жолдастарына рахмет, осы сыйлап келіп отырғанына. Үлкен азаматша болсын, өздерінің артынан жүгіре берсін, осы қыздың қызығын көрейік.
Ал эми менин атым Бактай. Жандос, кішкентай жасыңның қадамы құтты болсын, өмір жасы ұзақ болсын. Осы барша қауымдардың тез айтып жатқан тілектері қабыл бола берсін, өссін, үлкен азаматша болсын, өмір жасы ұзақ болсын, ата-сіз. Не тілеймін? Бақыт болыңдар. Осы асылдың атынан Асылбекте, Асылында ере берсін. Ұрпағың көп болсын, ұрпағың әрі болсын. Жандос, қызымыздың туғаны құтты болсын, дені сау болсын. Осылай достарыңа рахмет, бәрін келіп, құттықтап жатқандарыңа. Мұнда Ақжайық, кіндік анасы да келіп. Бәрдеріңе жақсылық, осылай әрдайым басымыз қосыла берсін. Туған күні құтты болсын, дені сау болсын. Тек жақсылық болсын бәрімізде. Жандос, Нұржамал, жасап жатқан тойларың құтты болсын. Өздерінің отбасы болғалы бірінші қуаныштарыңыз орнынан болсын. Осындай әрдайым отбасыларында тек қана қуанышқа тойға келе берейік. Бүгін Асылым қызымыздың бір жас туған күні құтты болсын, дені сау болсын. Атына заты сай, әдемі ханшайым, Асылымдай ханшайым болсын. Рахмет осындай біздің басымызды қосып, осындай бүгін қуаныштарыңды бізбен бөлісіп жатқандарына. Алла әрқашанда сендердің отбасыларыңнан тек қана қуаныштан айырмасын. Асылымға не дейміз? Дені сау болсын. Үлкен атасы Хасен атамыздың жасын берсін. Үйлерінде осындай қуаныш жақсылық болсын. Рахмет. Тойларың құтты болып, тойларың тойға наса берсін. Жандос, Нұржамал, тойларың құтты болсын. Қыздарымыздың қадамы құтты болсын. Өмір жасы ұзақ болсын. Үлкен азаматша болсын. Бәрілерге денсаулық, достары, бауырлары, бәріне үлкен рахмет. Бүгінге Жандосымыздың қуанышына келіп отырғанына бәріңе рахмет. Тойлар тола болсын. Тойға жиналған қауым, келген қадамдарыңыз нұр жаусын. Алтындай уақыттарыңыз бөліп келгеніңізге көптен көп рахмет. Анау алыстан келіп отқан құда-бауырлар, Ақжайық, Алматыдан келіп отқан достары той баласын. Жандос, Нұржамалына қызымыздың туғаны құтты болсын, бір жас. Өмір жасы ұзақ болсын, дені сау болсын, үлкен азаматша болсын. Тек қана сендерге қуанышы көрсетсін. Жақсылық той болсын. Бүгінгі тойға жиналған қауым, бүгінгі қайнағам мен абысынымның алғашқы қуанышы құтты болсын. Асылым қызымыздың жасы ұзақ, ғұмырлы, халқына қалаулы азаматшалардың бірі болсын деп тілеймін. Енді осында айтылған барлық тілектерге қосыламын. Қайнағамның алғашқы қуанышы болғандықтан енді конвертімізден бөлек Абзал екеуміздің кішігірім осы тойға шашуымыз бар еді. Соны қабыл алыңыздар. Одан кейін енді аз да болса осы тойға шашуымыз деген той бастарымызды да қабыл алыңыздар.
бәрі шын ниеттен. Осы қайнағама үлкен алғысымды білдіремін. Мен келін боп бала маған үлкен демеу бергені, енді сыйға сый деп жатады ғой. Бұдан да жоғарыға жетейік деп тілеймін. Керемет күн жәке, ұжымал, кішкентай құтты болсын, өмір жасы ұзақ болсын, Аллах тағала ғұмырын ұзақ болсын, еліне елеулі, халқына қалаулы азаматша болсын. Сол жолын ұзақ, Аллах тағала тек жақсылығына нәсіп етіп, артынан ұл қыздар келе берсін, еркегіне денсаулық, бақытты болыңдар, таңдар. Осындай үлкен жиындар бола берсін. Басымыз осы батсын, көп болып, негізі барайыз бөлмеге. Сол көргенде қуаныштымыз, қонақтар келіп жатыр, құралға құда жігет беріп жатыр, қадамдарымыз жаусын. Сол той боласын, жақсы ұзақ болсын кішкентай. Ал қайырлы кеш, құрметті бүгінгі қонақтар. Баршамыз бүгін бауырымыз Жандос пен жеңгеміз Нұржамал жеңгеміздің қуанышына бас қосып жатырмыз. Бүгінгі кішкентай Асылым қызымыздың туған күні құтты болсын, өмір жасы ұзақ болсын. Асылымдай атына заты сай, халықтың бір саналы, тәрбиелі, білімді, көркем мінезді қыздарының бірі болсын дегім келеді. Осындай ата-анасының жақсы тәрбиесін алып, бауырымыз бен жеңгеміз өзі өте көпшіл, қонақжай, бәрін ойлап тұратын бауырларының бірі осы Жандос деп айтқым келеді. Балапандарының жаңа жасы құтты болсын, өмірі ұзақ болсын. Осы өмірдегі барлық жақсылықты Асылымға тілеймін. Енді Алла қаласа осы Асылымның артынан Жандос бауырымыздың, әулетіміздің ұрпағын жалғастыратын ұл қыздар ере берсін. Бүгін керемет қуаныштың куәсі болып, осындай біз Жандос пен жеңгеміздің осындай үлкен қуанышын көптен күттік. Қуаныш ұзағынан болсын дегім келеді. Бүгін барлығымыздың басымызды қосып, бауырлардың басын қосып той жасап жатқандарыңызға көп рахмет сіздерге. Тек жақсылық, той болсын шаңырақтарыңызда. Барлықтарыңызға рахмет. Сөйлемеген кісілер бар екен ғой, келіңіздер, бір ауыз тілектеріңізді тыңдайық. Ассалаумағалейкум баршаңызға. Жандос, Нұржамал жеңге, бүгінгі тойларың құтты болсын. Қыздарымыздың басқан қадам құтты болсын. Ғұмырлы болсын, берекелі болсын. Қуаныштарың қуанышқа жалғаса берсін. Не деймін, барлықтарыңызға тек қана жақсылық тілеп, Асылым қызымыздың болашағы зор болсын. Болашағынан үлкен үміт күттіретін бір азаматша болсын, бай болсын, президент болсын, миллиардерша болсын, басып тасып, мешіт пен медресе салып кеткірай деген сияқты әңгіме болып тұр ғой. Сондай болсын. Тек қана жақсылық тілеймін. Жандос бауырым, көп рахмет. Өстіп сыйлап, құрметтеп шақырғаныңа көп рахмет. Той боласын, рахмет. Қайырлы кеш, құрметті қонақтар, бүгінгі үлкен тойға жиналып отқан. Ал Жандос аға, Нұржамал жеңгем, бүгін жасап отқан тойларыңыз құтты болсын. Ең алғашқы қуаныштарыңыз, көптен күткен ұзақ қуаныштарыңыз Асылымның бір жас тұсаукесер тойы құтты болсын, өмір жасы ұзақ болсын. Енді Жандос бізді кішкентай кезімізден біледі ғой. Қалай барсаң да, қашан барсаң да бізді құшақ жая қарсы алатын, өзің қарындасым деп құшағына басатын біздің сондай ақ көңіл, жүрегі жұмсақ ағамыздың бірі. Прям жүзінен нұры төгіліп тұрады, оны айтпаса да сезетіміз кішкентай кезімізден. Енді осы жолда солай бармашылығын танытып, келіңдер, басымызды қосайық деп жатыр. Енді үлкен тойға бара алмасақ та, осы тойға келіп отырмыз. Енді алыста болсақ та жүрегіміз жақында ғой, бәрібір де тілеулеспіз. Қуаныштарыңа әрқашанда ортақпыз. Енді осы тойда көріп отқан барлық бауырларымды, әпкелерімді, сіңілдерімді көруге өте қуаныштымын. Көптен болды көрмегенімізге, бір-бірімізге. Осындай тойлар
терең көрінсін, тек қана жолы ашық болсын, бағы беселі қыз болсын дейміз. Осындай той бағыңызға жуысты болсын деймін. Барлықтарыңыз тілек еттіңіздер ма? Ал, тілеген тілек қабыл болсын, тағым бар. Қарындас, сіз сөйлемесеңіз болмайды деді. Қарындас тілек айтсын деп жатырмын. Енді құрметті бүгінгі біздің қуанышымызға жиналған қонақтар, барлықтарыңызға көп рахмет. Бізді сыйлап, қуанышымызды бөлісіп келіп жатсыздар. Ал енді бүгінгі басты біздің қуанышымыз аға, жеңге, алғашқы қуаныштарың құтты болсын. Асылмен қызымыздың жасы ұзақ болсын, дені сау болсын. Көптен күткен қуанышымыз бұл біздің. Әні-міні дегенше бір жасын тойлап жатырмыз. Сонау жақтан кіндік мамасы келіп жатыр, өзінің інім мен келінім. Інім енді жұмыстармен келемей, келінім өзі келді Ақтаудан. Көп-көп рахмет жаным саған келінім. Өзің сияқты сұлу, әдемі қыз болсын осы асыл қызымыз, тәрбиелі. Алдыңғы аға інілеріне қарап өсе берсін. Сол барлық жақсылық тілеймін, бүгінгі тойларың құтты болсын. Бүгін бауырларыңды, құрдас достарыңды бәрін сыйлап шақырып жатсыңдар. Көп рахмет барлықтарыңызға, келіп жатқандарыңызға. Сол тойларың құтты болсын. Осындай тойлар көп болсын әулетімізде. Сол барлық жақсылық тілейміз қызымызға. Тағы кім бар тілек айтпады? Күйеу бала? Ой, күйеу бала. Үлкен ұлыма қарағанда күйеу балам жақсы дейді. Қызымның айтқаннан шықпайды деген қазақпыз ғой, бірауыз тілейміз. Жанымыз Нұржамал, асылыңыздың бір жас той құтты болсын. Бақытты балалық шақ тілеймін, үлкен азаматша болсын. Тек қуаныш көп болсын. Рахмет, бағана жылқы атып атырған кім еді? Жылқы. Сіз ба? Білген негіз сіз ататыныңыз бармаш. Кәдімгі көріп тұрғаннан кейін түрінен жылқымен айналысып келді. Ұрғашы ғой. Ұрғашы ма? Келісіп олайық. Міне ұрғашы жылқы. Машалла деп қойыңыздар. Ана кісінің тілегі қандай керемет. Өсіп өңірлері деп отыр. Өсіп өңірлер-ай. Өсіп өтіп тағы да байып кеткендер-ай. Байып кетіп қораға малдарыңыз сыймай кеткендер-ай. Сыймай кеткен малдарын біздің қораға кіріп кеткендер-ай. Рахмет, ал тілеген тілектеріңіз қабыл болсын. Бауырлар аман болсын. Мына Шернияз ақынның бір тамаша сөзі бар ғой. Өмір деген көлеген жүзіп жүріп өтесің, дүние деген шөлеген бейнетпен зорға жетесің, алтыннан сарай салсаң да бәрін тастап кетесің, сыйластықпен өтсең мұратқа сонда жетесің дейді. Фотоға түсейік. Жүріңіз фотоға түсіп алайық. Алла тағала осы ауыз бірден ынтымақтарымыздан айырмасын. Бауырлар аман болсын. Фотоға түсейік. Осы конвертті хотя бы үйге дейін ұстап барсыншы. Бұл да ақшаның есін бірсін. Үйге дейін ұстап бар сол конвертті. Рахмет, бауырлар дастарханды көрме жайғасайық. Бері бұл деген қазақпыз ғой. Мен ортаға рұқсат болатын болса осы арнайы бүгінгі Асылым қызымыздың тойына ерекше сыймен келіп отырған Қожа Ахмет Аяла қызымызды ортаға шақырсам деп отыр. Ардақты ағайындар, бір қол соғып қойыңыздар. Талай өзбек халқының биімен келіп отыр екен. Бір қол соғып қойсаңыздар, талай лауреатқа ие болған осы Қазақстанымыздың үлкен белестерін бағындырып жүрген қыз Қожа Ахмет Аяла қызымызға бір қол соғып қойыңыздар. Ардақтағандар. Masalı azapları
Қожа Ахмет аяларыңыздан қозы қойыңыздар. Өнері өрге жүрсін. Халықтың қызы болсын. Әкім болсын. Министр болсын. Президент болсын. Тым шықпаса осындай бір бейші болсын деп бір қозы қойыңыздар. Ал енді құрметті жетісулықтар, бүгінгі күні той құтты болсын, асылым қызымыздың туған күні құтты болсын. Әулеттеріңізге талғай талап бір кеше бармақтай ғана бақ берсін деп бір қол соғып қойыңыздар, ардақты ағайындар. Бәрекелді еститін құлақ болса біздің тараптан бір тамаша ән болсын. Арнайы жетісудың жезтаңдай әншісі Маратұлдарыңыз ортаға шақырайын. Құлақтарыңыз әнде, көңілдеріңіз сәнде, ауыздарыңыз дәмді отырсыздар, ардақты ағайын. Той құтты болсын Жетісу. Құшағым қолымның желбірейді тұлымның, тілмен көзден арман бол, шақырады арман жоқ. Бал бөбегім, балапаным менің, бір ертегім, ертегім ертегім, балдай тәтті қылығым. Бөлісіп беріп отырған арнайы бүгінгі асылындай қызымыздың туған күніменен құттықтап беріп отырған әулеттің құдаларын шақырайық. Ардақты ағайындар, біз қазақ құда бол деп қинайтын, құда болса құдаларын құдайындай сыйлайтын қазақпыз. Оралбай құдаменен Күлзи ғой деймін шатаспасам, иә? Күлзи құдамен бастап беріп отырған Аяулым, Данияр, Асанғали, Диана, Жарас, Эльмира және де Нұржан, Мадина деп жазған екен дейді ардақты ағайындар. Және нағашылары Ұлан, Назым деп жазған екен дейді. Есімдер аталған құда-құдами және де нағашылар билеп шығыңыздар ортаға. Қандай? деп жатыр, сәбиіміз алғашқы қадам басып жатыр. Сондықтан да бүгінгі той әр қазақтың шаңырағында жұғысты болсын дегіміз келеді. Рұқсат болса өздеріңіздің бір жүрек жарым тілектеріңізді тыңдайық. Есімдер аталған кісілердің барлығы шықты ма? Рахмет. Нұржамал, Жандос, кішкентай туған құтты болсын, дені сау болсын. Бізден аман есен болыңдар.
әрдайым өз тапсырманы келісе берейік. Жалғыз қыз асырамасын, немесе қолдан команда болсын. Жылда осы уақытта келісе берейік. Үлкен азамат болсын, қолғанат болсын, ең басты деген сұрау болсын. Аман болсын. Жандос Нұржамаловтың туған күні құтты болсын. Асылымыздың біразға толуымен ең басты денсаулық мықты болсын. Алла тағала тек қана денсаулық беріп, өмір ұзақ болсын, күлтеп жайнап, тәтті болып, өзіміздің қуанышымыз болып өсе берсін. Тек қана жақсылық тілеймін. Әрдайым осындай қуаныштар көп болсын. Бақытты болыңдар. Енді Асылымыздың енді ең деген қазақтың қызы деген сай болсын артынан. Енді көп армандар тілектері орындала берсін. Тек қана жақсылық тілеймін. Бақытты болыңдар. Қуаныштар құтты болсын. Қыздарыңыздың бірінші жас тойы құтты болсын, өмір жасы ұзақ болсын, қатарының алды болып өсе берсін. Бізді әпке туғаны атын таңы құтты болсын. Тост Сіз айтасыз ба тілек? Айта қой. Туған күніңмен Асылым де. Туған күніңмен Асылым де. Бәрекелді. Бір қол соғып қойыңыздар, ағайындар. Рахмет, тілеген тілектеріңіз қабыл болсын. Бір естелік фотоға түсіп алайық, жүргіздер. Естелік фотоға түсіп алайықшы. Ал, бүгінгі фото ертеңгі тарихте конверттеріңізді ұмытып кетпей той иесіне табыстаңыздар. Әрқашан аяқ алыстарыңыз, жүрек қағыстарыңыз, бастарыңызды тік, аяқтарыңызды дұрыстап бастарыңыз, тек қана тойға ғана домаласын дегенсіз. Фотоға түсіп далаға қарай шығып кетпей, қырқынашыдан 41-не шылап, ардақты ағайындар дастарханның басынан тұрмайықшы өтініш. Өзіміздің той, бөтен ешкім жоқ, бағадан бері айтып жатырмыз ғой, сондықтан да өзіміз азаппыз. Ал енді той құтты болсын, бүгін Асылым қызымыздың күні төл мерекесі, туған күні. Әрине ардақты ағайындар, осы қызымыздың қызығын көруді Аллах тағала сіздерге нәсіп етсін. Қазақ айтады ғой, Құдайдан бер деп тілеме, бергеніңді алма деп тілеген қазақпыз. Сондықтан да көз көрген ұрпақтарыңыз аман болсын. Қазақ не дейді? Қазақ айтады, досымның көптігінен қорықпаймын, ары кетсе сатар дейді. Дұшпанымның көптігінен қорықпаймын, ары кетсе атар дейді. Бәрінен де жақсылығыма қуанбайтын, жамандығыма қайғырмайтын адамдардан қорқам деген екен дейді. Міне, Жандос мырза менен Нұржамал ханымның жаманын жасырып, жақсысын асыратын ағайын туыс бауырлар, құда жекжаттар сіздер. Сондықтан да бүгінгі той, сіздердің тойларыңыз бүкіл қазақ елінің тойы, ардақты ағайындар. Мінекей киелі мекен жер жанаты Жетісу, ақындар мен батырлардың елінде болып жатқан Асылым қызымыздың туған күні құтты болсын деп қол соғайық, Талдықорған. Өтініш мырзалар, далаға шықпасаңыздар, құтты болсын. Жалпы жаңа мына 4 дастархан ғой, оң жақ, сол жақ. Жаныңызға жақын деген қай дастархан? Енді негізінде деген осы дастарханның басында. Қай дастарханды таңдайсыз? Оң жақ, сол жақ? Сол жақ. Сол жақ. Сол жақ команда, сол жақ дастархан. Сіздер осы Жандостың командасы боласыздар. Жандостың командасы қайда? Жандостың командасы қайда? Нұржамал хан, ортаға келіңіз. Нұржамал ханға бір болса. Оң жақ, сол жақ қайға қандарды таңдайсыз? Оң жақ. Оң жақ, сізде екен шанс жоқ, оң жақ дейсіз. Ал, Нұржамал ханның командасы қайда? Жандос мырзаның командасы. Нұржамал ханның командасы. Мынандай команда болса, ойламай Қытайға соғыс ашар еді. Ал той құтты болсын, ортаға қарай жүріңіздер. Әркім өз командасыменен билейтін боласыздар. Негізі соңғы кезде билеттіңіз? Көп болмайды. Көп болса қазір билейміз. Қазір ортаға тұрамыз. Жандос мырза ортаға келіңіз. Қазір экранға назар аударамыз. Экрандағы қонақтарменен өзіңіздің командаңызды бірге билеп алып шығасыз. Арнайы самый активді отырған қонағымызға той иелерінің атынан, осы Жандос мырза менен Нұржамал ханымның атынан ең активді қонаққа
денсаулық тілейміз. Ал, бірінші видео Жандос мырзаның командасына. Дайын. Ең сурет. Опан Gangnam Style. Жандос мырзаның командасы қайда? Жәке жүр. Жандос мырзаның командасы қалай келеді? Қазір Нұржамалдың командасын көресіздер. Нұржамалдың командасы қайда? Молодцы, ребята, үшеу кәдей. Кешкі толыңыздар сәт. Маэстро музыка. Нұржамал ханымның командасынан. Нұржамал ханымның командасы қайда? Сіздер мына үлкендерге қарағанда кішкене слабый билеп отырсыздар. Қазір Жандостың командасын көресіздер қалай билейді. Келесі! Жүр! Жандос мырзаның командасы қайда? Сіз кім болып білесіз бұл кісіге? Жандостың қарындасына бір қол соғып қойып, бір подарка. Самый активный қонаққа. Пакет нептен Марат кетсіз. Мынау енді самый активный қонақ деп осы биге атсалысқанымыз үшін, ерекше биіміз үшін той иелерінің атынан осындай подаркамыз бар. Келесі Нұржамал ханымның командасына қойылатын видеоға назар аударайық. Маэстро музыка. Нұржамалдың командасы қайда? Бәрі бір кетіп билеп жатыр. Мына Жандос мырзаның командасы сияқты бір ерекше бір өнер көрсетейік. Необычный движение дейді сол сияқты. Тағы бар ма? Кеттік, Жандос мырзаның командасы соңғы би көрейік бір-бірден. Төрде отырған екі пәте кім болып білесіздер? Жәкеңе? Ау. Жандостың жеңгесі сіз? Нағаш әпкесі. Міне ағын судың жағасы, жағаш, нағаш. Әпкесі бардың басында тозбайды шәкісі бар. Екі приз әпкелерге. Шабылақ соғып қойыңыздар. Кейін осы Жандостың тойында билемегенде қайда билейін дейді. Бір кішкентай бірдеңе білмесеңіз болады ya. Пока. Қызып алғанша арнайы бүгінгі той иелерінің атынан екі подарок сіздерге. Беріңіз өзіңіз. Тефаль, мынау сізге. Ал Нұржамал ханымның командасына бір көреміз ба? Бір рет көрейік. Нұржамал ханымның командасы, давайте кеттім. Сіздер жана қалып отырсыздар. Маэстро музыка. Yeah.
Жүріп жолдарға қарайшы, Жәкең мен Нұржамалға бір ол соғып қойыңыздар. Бір шустрый бір жігіт бар ма? Ән айта алатын өнерге жақын кім бар? Ербол. Ербол мырза, билеп шықты жолдарға. Ербол! Қош келдіңіздер Ереке, жүргендердің береке. Кім болып келесіз той иесіне? Досы. Бір шапалақ соғып қойыңыздар. Ерекенің досы. Тағы да кім бар Жәке? Айбол. Айбол мырза келіңіз жолдарға. Айбол! Айбол мырза қош келдіңіз. Дос қой деймін, тағы дос ма? Бәрекет, қош келдіңіз. Қай қала? Талдырмадан келіңіз. Бітеген Нұржамал ханым, сіз жақтан кім шығарамыз? Айгерім. Айгерім ханым келіңіз жолдарға. Айгерім! Жүрісіміз осындай, биіміз осындай ма Айгерім ханым? Қош келдіңіз. Қай қала? Негізі Қызылорда, Талдықорған тұрмысқа шыққан. Негізі Қызылордансың. Мә, жерлес екенсің ғой, мен де қоғалдамын ғой. Қош келдіңіз. Кім болып келесіз той иесіне? Құрбым, қайнағам. Құрбым, қайнағам. Жолдасымнан үлкен ғой қайнағам деп сыйлаймын. Өзім құрбым болып келеді. Жақын араласамыз. Сондай ғой. Келіні. Жәкеңнің келіні, мына кісі қайнағасы, мына кісі подружкасы. Мына кісінің әйеліне кім болып келесіз сонда? Келін. Деп миын ашып жүрсіз. Келін дейсіз. Келін, жаңа ғана құрбым тұрып миын ашып жүрсіз. Нұржамал ханым, тағы кім шығарсыз? Әдемі. Әдемі ханым, шапалақ соғайық. Әдемі ханым, Әдемі ханым, қош келдіңіз, қош келдіңіз. Кім болып келесіз той иесіне? Жандос көкеде, Жандос көкенің қарындасы. Шапалақ соғып қойыңыздар. Тағы да кім бар? Біз жақтан. Тағы кім шақырамыз? Любой шақырып, еркек, әйел, жас, кәрі. Айдана ханым, ортаға келіңіз. Айдана! Жандос көкеге кім болып келесіз? Қарындасы. Бәрекет, Жандос көкенің көкесі болды. Тағы да сіз жақтан кім шақырамыз? Любой шақыр. Бағила жеңге. Бағила жеңгесі қайда? Бағила жеңге. Турецкий сериалдар Бериван деген келіншек келіп сойып келсіздер ендеше. Шықпаймын шығып болды. Шықпаймын. Еркектерден кім шақырасыздар? Бар ма ер азаматтардан шығам дегенсіздер? Абзал мырза. Абзал, келіңіз ортаға. Абзал мырза. Ортаға қарай кетіңіз. Кім болып келесіз той иесіне? Інісі. Бәрекет, рахмет. Ал енді Жандос мырза, Нұржамал ханым дастарханның төріне жайғасыңыздар. Осы кісілер сіздердің тойларыңызда өнерін көрсететін болады. Рахмет, бір қол соғып қойыңыздар. Құтты болсын. Жаңа айтып жатырмыз ғой, жақсы өнер көрсеткен кісілерге беретін сый-сияпатымыз бар. Енді мен сіздерді атыстырып, шабыстырып, бір-бірлеріңізбен билетейін деп тұрған жоқпын. Ойыншақ өте оңай. Бірінші сізден бастап келіңіз ортаға. Есіміңіз қалай? Ерболға бір шапалақ бар ма? Бұрын соңында ән айтып беріңіз. Ендеше бүгін тұсауымды кесеміз. Асылың тұсауын кесіп, сенің тұсауын кесеміз қазір. Қазір музыкант бала музыка қойып, музыкант сол жерде жалғастырып кетеміз. Мысалға бірінші музыка былай. Ерболға бір шапалақ бар ма? Көңіл тербейді 18 бен 25 қайтып келді. 18 бен 25 қайтып келмейді десең болды. 18 бен 25 қайтып келмейді болды. Билеп тұр, ал мен сені объявлять етемін. Алдарыңызда Қазақстан Республикасының мәдениет қайраткері, өнердің жілігін шақ майын ішкен азамат Ербол мырза, шапалақ!
қайтып келді. Рахмет, отыр екі десең. Шапалақ соғып қойыңыздар. Ербол қалай өнер көрсетті? Жеңгесі көрсетті. Жеңгесі өлең айтқан кезде қалай айтады қазір? Ойша түсінді ғой, жеңгесі. Ал көріңіз еді. Ерекеңнің өзі айтып жатыр ғой, ән айтпаймын деп. Тыңдап көрейік. Міне солай, ешкім сіз не қылып жоқ, бұна бір шапалақ соғып қойыңыздар, бөтен ешкім жоқ. Макарена, билеп тұрып айтасыз, Макарена, и все, бітті, қадыр сіз кеңіз отырды. Шапалақ соғып қойыңыздар жеңгесіне. Рахмет. Мандарина деген қалай кетті? Макарена, кеңіз. Әнесі абзал ойын жатасыз, бір қол соғып қойыңыздар, соңғы кездер ән айтып беріңіз. Кеше ән айтып. Мәне, қазір абзалды көресіздер қалай айтады. Маэстро! Рахмет, бұнан ача есетін болса тірінде асып қалыр айнала. Шапалақ соғып қойыңыздар. Есіміңіз қалай? Айбол, міне. Айболға бір қол соғып қойыңыздар. Кімнің жәкеңнің інісі шатаспаса ме? Досы. Жаңғыз ағаштың әкімі бұл кісі бір қол соғып қойсаңыздар болады шығар. Ән айтып көріп пе едіңіз бұрын соңғы? Жоқ, айтып. Ал тыңдап көрейік енді. Бұна көп кісілер айта алмаймыз деп жатыр, бірақ енді соны да тырысып көрейік, тыңдап көрейік. Кіммен келдің? Әйелі? Жеңген байда? Мұнда? Сол жаңа мына жеріне келген кезде сіз сәл алдыға шығасыз. Жеңгемнің көзіне қарап тұрасыз да, билеп дейсің и все. Болды, басқа әңгіме жоқ, сөз де жоқ қой. Ал маэстро музыка. Бала десе бұрмашы. Не болса өлтіреді екенсің сен бұрмашы. Айнұрдың бойына қара, басқырғанда қара деген қазақ қызыл кеңіз. Айдана ханым бет. Айданаға бір шапалақ соғып қояйық Айдана ханымға. Жандостың қарындасы. Бұрын соңды ән айтып бересіз? Тыңдап көрейік ал. Nossa, assim você me mata. Ai, se te pego, ai, se eu te pego, delícia, você me mata. Ai, se te pego, ai. Se eu te pego, hein? Шапалақ Айдана ханымдан өнер көрсетті, керемет. Енді осы қазақшасын айтып берсеңіз деп. Әзілдеп отыр. Келіңіз ортаға. Есіміңіз? Әдемі ханымға бір шапалақ соғып қойыңыздар. Әдемі ханым өнер көрсетті. Ән айтып беріңіз бұрын соңғы. Тыңдап көрейік. Городская жизнь вокруг одни заборы, а я родился там, где одни просторы. Заведу мотор, опущу рессоры. Чем выше горы, тем ниже приоры. Әдемі ортаға шықты да, әдемі даусымен жатып сала қойған. Есіміңіз қайсыз? Айгерім ханым, Жандостың қайнағасы, Жандос қайнағасы, сондай беріңіз. Шапалақ соғып қойыңыздар. Негізі жәкең қайда? Жандосқа не кетіп болды? Жандостың ойны ғой. Ал бұрын соңғы ән айтып беріңіз. Енді күйеуіңіз күшті айтты. Енді өзіңізде бір ән айтады деп ойлаймыз. Қызылордалық қыздар негізі әншіге жақынсыздар ғой сіздер өнерге. Өнерден бәрі сол жерден шыққан, иә? Ал тыңдап көрейік. Басым тегімде, көктемде, нұрымды төккенде, көңілім күз болып, күңілім кеткенде. Өмірді сүргенде, қуанып күлгенде, жабылып мұңғырде, жабырқап жүргенде, көңілсіз күндерде, ұйқысыз түндерде. Кетпеңіз ортаға, кеңіз ортаға. Сәл мына жерге тұрасыз. Осы есіміңіз қалай сіздің? Айбол. Айболға қарайсыз да. Бол
шат бұл кісі бана сол сияқты кетіп ойнатып жіберейік. Мәне, Айбол осы әнмен ұйықтайды, осы әнмен оянады ғой кәдімгідей. Бір жақындырақ тұрайық. Арнайы енді ортада өнер көрсеткен тамаша әдемі қызымызға бір шапалақ соғып қойыңыз. Подарканы не істеймін, қалай істеймін? Бере берейін бе? Бере берейін бе? Анда арнайы той иелерінің атынан әдемі ханым мынау сізге тек шапалақ соғып қойыңыздар. Одан кейін барып жаңа Айбол мырзаның жұбайына арнайы той иелерінің атынан мына қазандықты бергіміз келіп тұр. Той иесінің атынан Media in Жандос Нұржамал деп тұр. Қош, қайда еттіңіз? Аспанская фотоға түсіріп қойып. Әдем қайда? Әдем кезең? Ертең бердік деп айтамын фотоға түсіріп алғаннан кейін. Арнайы той иелерінің атынан бүгінгі не болып кетті? Айбол мырза, мынау сізге шапалақ соғып қойыңыздар. Мынау сізге әбеке. Жеңгесі. Жаңа бір тепалі жеңгесіне беріп жібердік қой, ә? Жеңгесіне сақал алып жіберіп айтады мынау сізге. Арнайы. Әбекеге. Оппа. Жеңгем бар ғой, ә? Жеңгеммен келдіңіз бе? Мынау сізге жеңгем апарып бересі осындай торттан жасап береді ол сізге. Ал жеңіс құтты болсын, бір еселік фотоға түсір. Сіз қалмады, ой! Қалай жердіңді? Арақ па не ол? Қорқышты көрді деген шашын зәйіп бірге отыр ол сізге. Ал, еселік фотоға түсір болайық. Жандос мырза ортаға келіңіз. Жәке, импровизациясы мықты осы кісілер сияқты бір көңіл күй жақсы тағы да бір жігіттер бар ма? 4 жігіт керек. Медет, Айда, Ұлан, Сұлтан. Ой, 4 жағын болып кетті ғой. Ал, 4 жігіт келіп жүріңіздер ондағы. Ахай! Мынайсы шықты ғой қазір. Айдардың орны? Болды. Шапалақ соғып қойыңыздар. Жандостың атынан шығып отыр бұл кісілер. Bir қол соғып қойыңыздар. Орда келіңіздер. Нұржамал ханым, сіздің атыңыздан кім шығады? Бір 4 қыз керек болып тұр. Бір жақсы билейтін қаламқас. Сәкөн. Кім дейді? Сәкөн. Каспийде сөйтіп шығыма Сәкөн деп. Сәкөн, қаламқас, Сәкөн. Динара. Чүкан. Ойбу, Чүкан, Сәкөн. Кеңдер. Шапалақ соғып қойып. Қорбай, қошайын қыздарға. Чүкан, Сәкөн. Кім ұстағы? Тағы екі қыз қайда? Кім? Кім дейді? Қымбат, тағы? Чүкан мен Сәкөн шықты ма? Ақжайық. Ақжайық деп атыңды анам қойған ол. Ақжайық кеңсі. Той құтты болсын. Енді арнайы жаңа айттыңыз ғой, Жәкеңнің атынан тағайындаған сый-сияпаты бар. Ойын шарты өте оңай. Мына жігіттің атынан барсаңыз, сіздерге ойын шарты түсіндіріп жібереді. Жүріңіздер сол жаққа барып ойнайтын боламыз. Осы жігіт түсіндіреді ойын шартын. Қол соғып қойыңыздар. Бәрекелді. Ал енді ардақтаған құрметті қазір. Сен үшін сіздер үшін шама келсе көңілдірек отырайық. Ек құлағымыз әнде, көңіліміз сәлде, аузымыз дәмді отырсын. Ахай!
шын жүректен сыйлап, жалпы осы жалпы Жетісу облысы Қазақстан емес, арнайы шетелден келген, шет мемлекеттен келген қонақтарымыз қарсылап, қазір арнайы сіздердің алдарыңызға шығып осы кісілер өнер көрсететін болады. Нұржамал ханымды сыйлап берген жаны жайсаң кісілерге қазір тағы да бір ақ тілектің кезегін беретін боламыз, ардақты ағайындар. Бүгінгі жетісулықтар той қыласыз деп бір қол соғып қойыңыздар. Енді арнайы үшінші тосты осы бүгінгі қазір сонау Ақтаудың төрінен келген Ғабиден мырза менен Ақжайық ханым сөйлеу керек еді. Дей тұрғанмен қазір бұл кісілердің тілегін тыңдап. Құдай жатарымыз арнайы ақ қар көк мұзға қарамай осы бүгінгі асылым қызымыздың той қуанышы бөлісіп келгендеріңізге көптен көп рахмет, ардақты ағайындар. Ал енді құрметті жетісулықтар, той қыласын асылым қызымыздың төл мерекесі туған күні құтты болсын деп бір шапалақ соғып қойыңыздар. Бір жасқа толған туған күні құтты болсын дегіміз келеді. Енді жаңа айтып жатырмыз ғой, осы дүниеге шыр етіп асылым қызымыз сәбиіміз дүниеге келгеннен бастап бас қасында жүріп, әулеттеріңізде үлкен қуанышты бөлісіп жүрген жаңа Ғабиден мырза менен Ақжайық ханым келіп отыр. Bir қол соғып қойсаңыздар болады. Жаңа айттым ғой, тойымыздың басында Ғабиден мырза себептермен келе алмай қалды. Бірақ та сол кісінің бір үлкен таудай тілегін жұдырықтай жүрекке сыйғызып берген, сәлемдемесін алып берген осы бүгінгі асылым қызымыздың кіндік анасы Ақжайық ханым келіп отыр. Bir қол соғып қойсаңыздар болады шығар. Осы сізге мен микрофон тізгінін ұсынайын. Өзінің бір жүрек жанды тілегі бар, артына беретін сияпатын табыстасақ деп отырмыз, ардақты ағайын. Ал армысыздар тойшыл қауым, барлықтарыңызға көптен көп рахмет. Бүгін Жандос ағаның осындай шаңырағында үлкен қуаныш болып жатыр. Абысын екеуінің баршаларыңызға келгендеріңізге көптен көп рахмет айтамын. Ал абысын Жандос аға, бүгінгі асылым қызымыздың бір жасы құтты болсын. Ең бастысы дені сау, салиқалы, саналы ұрпақтан болсын деймін. Қадам әрқашанда нық болсын, жолы ашық болсын. Бұйырса тек биік белестерден көрініп, Алла қаласа тек жақсы сөз ести беріңіздер. Шаңырақтарыңызда тек қана той болсын. Бұйырса біз әрқашан тілекшіміз, әрқашан шаш бауларымызды көтеріп, осылай келе береміз. Сол мен енді беретін сый саяпатым бар. Ақжайық ханым өзінің көйлегіне патсвет бәшен кеп сүрген. Осы асылым 18-ге толғанда осы көйлектің үлкенін мінгізем деп жатыр. Bir қол соғып қойсаңыздар болады. Міне анау Ақтаудың төрінен шашуа келіп жатыр. Bir қол. Кішкентай қызыма менің өмірі осындай алтындай бағалы болсын деп алтын сырғам бар. Соны табыстайын. Абысыныма да енді көп еңбегі сіңген, ананың еңбегі зор ғой. Сол үшін де абысынымды да елеп, осындай алтын сақинам бар. Абысыма табыстайын. Сізге көп рахмет, осындай қызды әулетіңізге әкеліп бергеніңіз үшін, дені сау, көп әп-әдемі қызды дүниеге алып бергеніңіз үшін көптен көп рахмет. Жандос қайнағама да бір кішігірім сыйлығым бар еді. Біздің асылдың папасына осындай күздік куртка бар. Көктемге дайынсыз міне. Киіп алыңыз, жәкеңізге бір шапалақ соғып қойыңыздар жәкеңе. Рахмет. Күріштік темек бар ма? Сосын асылында енді бәрі бар, машина да бар. Былтыр жаңағы коляскасын алып бердік. Соған кішігірім кішкентай үйде ойнауына осы машина алып келдім. Сосын қонақтарымызға кішігірім шашуым бар. Оны сосын үлестіріп бердім. Сол көптен көп рахмет, сіздердің де сый сияпаттарыңызға көп рахмет. Бәрекелді, бір қол соғып қойыңыздар, ардақты ағайындар. Ал енді Ақжайық ханым рахмет, енді осы әкеліп жатқандарыңызға деп бітен кетесің бе? Ал абысының саған рахмет. Қайныма рахмет, сонау Ақтаудан өзі келе алмаса да жұбайын жіберіп, мен абысымды жіберіп, барып қайтсын деп. Әйтеуір қайныма рахмет, өйстіп. Сіз біздігіміз ажырамасын, тек тойда, жақсылықта жолға. Рахмет, жаным. Ал Ақжайық көптен көп рахмет. Кіндік мамасы, папасы келе ма?
Көп рахмет. Қалған сөз соңынан аяғына. Рахмет, бір күні кейбаңыз, жәге кейбақ бір есел фотоға түсуді кеңесі ортаға. Есейші фото. Осы бүгінгі Жандос Мырза мен Нұржамал ханымды шын жүректен құттықтап келген қонақтарды шақырайын ортаға. Аққайыр көрші халықтан келген, Өзбекстаннан келген өзбектерді ортаға шақырайын. Өзбеклер! Шапалақ соғып қойыңыздар. Ақтауда, біресе Өзбекстаннан, бір жақта келе беріңіз, төр кешіңіздер келіңіздер. Төр жаққа қарай келіңіздер, төр жаққа. Өзбекстанның қай жерден келдіңіздер? Нүкістен? Нүкістен емес па? Қай жерден? Қай жерден? Ташкент? Ташкент? Ташкент. Бәрекелді. Не үшін келдіңіздер? Билеу үшін. Билеу үшін. Тойға кімнің тойы? Жандос көкем. Жандос көкесі? Соңғы кезде тойым құтты болсын. Әзілдеп. Маған енді қош келдіңіздер Өзбекстаннан, қош келдіңіздер. Енді арнайы тағы да көрші мемлекеттен келген сығандар келіп отыр. Сығандар. Сыған. Опа, жібер. Келдіңіздер деп сұрамай қойын, өйткені сығандарда мемлекет жоқ. Не үшін келдіңіздер? Қош келдіңіздер. Қыдырып билікке келдік. Асылымның тойын құттықтап келдіңіздер ме? Туған құттықтап келдік. Кім танисыздар бұл жерде? Бәрін танимыз. Бәрін танимыз. Той иесін танисыз ба? Танимыз. Есімі? Жандос. Бәрекелді, қош келдіңіздер онда. Төрге шыққан орындарыңыз құтты болсын. Енді сығанша бір тілек айтып бере аласыздар ма? Сыған тілінде бір жеткіз. Хотя туған күнің құтты болсын деген сияқты. Сығанша. Ажара. Деген қандай бір сөз болды? Бір американстардың сөздері сияқты болды. Жарайды, қоямыз, тағы бар. Аққуларды шақырайықшы. Аққар көп мұзда бұны аққулар не ұжы деймін да бұл. Суыққа төзімді аққулар. Аққулар! Ой, аққулар бар. Ой! Анам бар. Ей! Аққудың балалары ғой. Ой, қай жақтан ұшып келесіңдер? Қай жақтан? Папа мамаларың қайда? Не құлықта тастап кеткен сендерді? Үйленгенсің ба? Үйленбедің. Қай жақтан ұшып келесің? Қай жақ енді алыс? Қай жақтан? Жылы жақтан суық жаққа ауысып келіп жатсыңдар ма? Онда бұна екі аққуды емдету керек қой, өйткені мен десем. Бірінші рет көрдім, жылы жақтан суық жаққа ұшып келген аққуды. Рахмет, бір қол соғып қойыңыздар, төрге қарай тұрыңыздар. Бүгін Асылым қызымыздың туған күні, білесіздер ғой, әркім өз парымен тұрсын. Қазір фотоға түсеміз. Екінші, Африкадан келген ол, Бумба мен Джумба. Африканс! Африкадан келген адамдар ма, или маймылдар ма? Көкөйттен сауыз. Біресе аққулар өздерің бір необычный қонақтар шақырып отыр кезіндер еді. Жәке, Жандос қайда? Нұржамал, необычный қонақтар шақырып жүрсіңдер оларға? Қай жерден Африка?
Қайсың еркек, қайсың қыз деген сияқты. Хауасар жақтан. Қош келдіңіздер. Африканың тілімен бір ауыз тілегіңіз. Асылым қызымыздың туғанын құттықтап келіп отырсыздар ғой, иә? Африканың тіліменен енді Африкадан сонау жақтан келгеннен кейін бір ауыз тілектеріңіз бар шығар келген қонаққа? Тіл білмесең неғып қиынып аласың Африкасы. Рахмет, бір қол соғып қойыңыздар. Төрге қарай тағы кім қалды? Россиядан, Ресейден келген, Омсктан келген. Верка Сердючка. Верка. Верка Сердючка, добро пожаловать. Қош келдіңіз. Енді осы бүгін той, бүгін қуаныш, у нас день рождения сегодня, да, знаете, да? Итак, уважаемые дамы, Господи, деп енді бір тілегіңізді айтып жіберсеңіз. Құтты болсын. Болды, Қызылордадан келген Верка болып ішінде қойсын. Шапалақ соғып қойыңыздар, арнайы асылымыздың туған күніне келген қонақтар. Ал Жәке, Жандос, Нұржамал ханым, келіңіз ортаға бір фотоға түсіп алайық осы бүгінгі қонақтармен бір фотоға түсіп алайық. Кел шақыртыңыздар, өтініш. Енді мына арнайы фен кіндік анасына берсін деді. Ақжайық ханым мынау сізге. Кім, брат, қайда кеттің? Сыған, кешеш. Мынау сізге арнайы. Тоқтаңыз, кетпеңіз, бір подаркадан беріп алайық, содан кейін бір ашық костюмдерді өткізетін боласыз. Так, мынау сізге арнайы бір қол соғып қойсаңыздар болатын шығар. Мынау саған. Бар беріп жатыр, соны қанағат. Мынау сізге арнайы той иелерінің атынан мынау сізге. Тағы да кім бар еді, тағы алмаған жаңағы жігіттер. Мынау сізге жеңгем бар ғой, де? Мына жеңгем апарып бересіз. Мына термоспенен братына, мына термос саған той иелерінің атынан. Бір шапалақ соғып қойыңыздар. Болды ма, бәрі алды ма? Алды ма бәрі? Міне, соны беріңіз. Рахмет, ал енді кәсіптеріңізді өткізсеңіздер. Той құтты болсын, бір шапалақ құрмет көрсетіп қойыңыздар. Үзіліске тұрайық. Шама келсе билейік ортаға шығып. Ой, біләді емес бұрын. Қызырауын қолдасын, бешімін болмасын, асарған айлы болсын дейді сауын болсын. Рахмет, тек-текмен сүйгел-сүйгелмен ортаға шығып.
Ассалаумағалейкум алталаш, ассалаумағалейкум қазақ елі. Мінекей Жандос мырза менен Нұржамал ханымның баладай көңілмен даладай дастархан жайған екі жақ дастарханның басына қош келіпсіздер. Бүгін тойлайтынның тойына тағы бүгін бақпайтынның дәл осындай асылындай қызымның төл мерекесі туған күнінде қомағын қатқанша тойлайтынның бір қол соғып қойыңыздар. Басын жүрек жарды ақ тілегіменен ашып беретін арнайы осы бүгінгі Жандос пен Нұржамалдың Құдай қосқан достарын ортаға шақырайын. Достары, жолдастары Мақсат, Ерғанат бастап келіп отырған Ербол, Жұлдыз, Айбол, Айгерім, Қуандық, Динара, Асқар, Альбина, Ербол, Рита, Асқар, Әсем, Жандос, Арман, Гүлнар, Ерзат, Айбек, Жанна, Медет жұбайыменен, Жанат жұбайыменен, Шеризат жұбайыменен, Нұрбол жұбайыменен, Дастан, Чекичан, Береван деп жазыпты. Келіңіздер достар, шын дос болсаң бір келіп сырласып кет, сапарыңның бір үшін ұрас. Негізі ақтауда ешкім жоқ, бірақ осы әнді өріктік деп жүрміз ғой бәрімізде. Ал енді достар, бүгінгі той құтты болсын. Мынау енді Жәкең мен Нұрекеңнің тойы, сіздердің де тойларыңыз деп білеміз. Асылым қызымыз, сіздердің де қыздарыңыз. Сонда да бүгінгі той құтты болсын. Әр қазақтың шаңырағында осындай той жұғысты болсын деген ниетпен достар, өздеріңіздің бір тілектеріңізді тыңдайық. Ал Жандос бауырым, Нұржамал, қыздарыңыздың туған күні құтты болсын.
әрқашан да сол қыздарымыздың қызығына батып жүре беріңіздер, денсаулықтарыңыз мықты болсын, тек қана жақсылық күндеріңіз көп болсын, аман есен болыңыздар. Туатын, Нұрка, қызымыздың туғаны құтты болсын, өмір жасы ұзақ болсын, ауырмасын, қамасын, биік шыңдардан көрсін. Осымен тоқта қалмай артынан іні, қарындас, сіңілі жалғаса берсін. Мына тойға келген қошым, ағайын дос, бауырлар, бәрі ағайындымыз ғой. Мына жандостың қуанышына алтындай уақыттарыңызды бөліп келгенге көп рахмет. Бұл досым енді жан досым, ақылда атына лайық. Не деймін енді, досым сол, аман бол. Достығымыз ажырамасын, әрқашан да өйтіп ойнап жүре берейік. Не деймін енді, ауырмасын короче, қызымыз жақсы қылып өссін. Нұрка, жандос, Асылының туған күні құтты болсын, жасы жасқа ұзақ тола берсін. Нұрка ата-енең аман болсын, аман есен. Сендердің қастарында күліп ойнап жүре берсін ата-енең. Жандос екеулерің биік шаңырақты, ақсақалды, сары тісті болғанша бірге өмір сүріңдер, бір жастықта қартаюға сендерге нәсіп етсін Алла. Тек жақсылық тілеймін сіздердің. Ал жандос Камал, бүгін Асылым қызымыздың туған күні құтты болсын, денсаулығы мықты болсын, әрқашан биік белестерден көрінсін. Тек үйлеріңде тек қуаныш болсын. Не деймін, сен сыйлап келіп отқан барша жұртқа рахмет, молодец. Ағайын туыстарың, бауырларың сыйлап келіп отыр екен. Тек осындай қуанышты күнде болайық бәріміз әрқашанда. Асылым қызымыз үлкен азаматша болып, бір жақсы жерлерден көрінсін. Не деймін, басымыз аман, деніміз сау болсын, тойларың құтты болсын, тойдан тойға жете берейік Алла қаласа. Жандос аға, Нұржамал, бүгінгі кішкентай қызымыз Асылымның үлкен өмір деген кемеге аяқ басуы құтты болсын. Құрметті тойшылық қауым, тойларыңыз барлықтарыңызда құтты болсын. Барлықтарыңыздың шаңырақтарыңызда тек осындай үлкен қуаныш, бақыт тілеймін. Асылым, мына кесіп жатқан сауы, қадамы ешқашан жамандық болмасын, көңілі кір шығармасын, тек биік белестерден көріне берсін. Ал жандос Нұржамал, жасап жатқан бір жастайларың құтты болсын. Қыздарың аман есен бой жетіп, қызығын көрсетсін. Айтып жатқан барлық тілектерге қосыламын. Тойларың құтты болсын. Әзірге Нұржамал, қыздарың жасын болса құтты болсын. Қыздарың қолына қоймай, ұртса артынан қарындас ерсін. Бақыт болсын, қолым болсын. Жандосыма, Нұржамал, Асылының бір жас туған күні құтты болсын, денсаулығы мықты болсын, үлкен азаматша болсын. Сыйлап шақырып жатқандарыңызға рахмет. Дастархандарыңыз тек қана жақсылықтарға жая берсін. Бәрекелді рахмет, ал достар, тілеген тілектеріңіз қабыл болсын. Бір дос бар қалтаңнан ақшаң кеткенше, бір дос бар астыңнан тағын кеткенше, бір дос бар кеудеңде жаны кеткенше дейді, кеудесінде жаны кеткенше дос бола білетін, достың дос қадірін білетін достар, сіздер аман болыңыздар. Міне ардақты ағайындар, өздеріңізге мәлім, мінекей Жандос пенен Нұржамал айналасын байлық дүние емес, осындай адал достармен қоршаған жандар десек артық айтқаным емес. Жалғыз ағаш орман болмас, жалғыз кірпіш қорған болмас дейді. Осы Жандос пен Нұржамалдың орманы мен қорғаны болып жүрген достар, сіздер аман болыңыздар. Рахмет достар, енді естелік фотоға түсіп алайық. Келіңіздер. Достармен бірге бір естелік фотоға. Жетсу, бірді той боласың.
сәл сабырсақтар. Енді арнайы бүгінгі Асылым қызымыздың төл мерекесі туған күніменен шын жүректен құттықтап, Асылым қызымыздың өмірінің соңына дейін мәнді, сәнді, тәтті ғұмыр кешсін деген ниетпен арнайы тапсырыспен дайындалған Асылым қызымыздың құрметіне тәтті тағам торт ортада. Жандос мырза ортаға келіңіз. Нұржамал ханым Асылым қызымызбен бірге ортаға келсеңіздер, осы Асылым қызымыздың өмірі мәнді, сәнді, тәтті болсын деп, тәтті тағам торттың бір бөлшегінен кесіп, бүгінгі тойдың иесі, тойдың себепкері Асылым қызымызға бір ауыз тигізсек деген еді. Кухняның бастығы пышақталып, торттың бір бөлшегін кесіп, халық шапалақ соғып, сол кезде Сабана мейрамханасының қызметкері жүгіріп келді да кесілген бір тілім тортты тарелкаға салып беріп жатты. Халық шапалақ соқты. Бір тілім тортты Жандос мырза қолына алып, торттың бір бөлшегін алып, Асылым қызымызға ұсынды. Халық шапалақ соқты. Осы торттың тәтті ғұмыры кешсін. Бәрекелді. Және де осы Асылымдай қызды дүниеге алып берген, 9 ай, 9 күн, 9 сағат құрсағында көтеріп, әдемі Асылымды дүниеге алып берген ақ шауықтан анасы Нұржамал ханымға да ауыз тигізді, халық шапалақ соқты. Бәрекелді. Содан Нұржамал ханым қасықты қолына алып, торттың нанынан алып, үйткені кремнен жесе Жандостың жүрегі айнитын еді. Бір тілім тортты, Асқардаудай әке қара шаңырақтың тірегі деп, Жандос мырзаға ұсынды. Жандос мырза тортты қойып, Нұржамал ханымға қарап тұрып, екі бетінен ұстап, бұл алақанмен ұстап, баспен зықыңызды жеге қазір баңдайынан искені Асылымдай қызды дүниеге алып берген ақшалықтан. Бақытты болсын, бұл қозы қойыңыздар, бір естелік фотоға түсіп алайық. Той иелері, торт жол ашасың, әр көктемде жанашасың, сен сыйладың жүрегіме, сезімдердің тамашасын, ақ қолармен жарасасың, теңіз кешіп тау асасың. Сен мені жаным ұмыттың ба, мен сені жаным жақсы көремін. Алып ұшма, күнде күзді жарылысқа, жаным сені ойлап едім, айналайын деп сағынышқа, көктем өзгеріп барайын. Көздеріңнен аққан жасты көрем, алдашып аққан досты көрем, сен мені жаным ұмыттың ба, мен сені жаным жақсы көрем, досты көрем, сен мені жаным ұмыттың ба, мен сені жаным жақсы көрем. Болып жатыр жетісудың төрінде. Кімдегі осы тойымызда ерекше ат салысып отырады, беретін сый-сияпатымыз бар. Қазір музыка қояды, қандай музыка тапсақ қол көтереміз. Мысалға бірінші музыка былай. Теңіз отар, билеп шығыш. Кім көкпелес той есіне? Қарындасы бір қол соғып қойыңыздар. Ойнаған ән қандай ән болды? Ой, бұл қайттан қой жүріс дейді ғой. Қайттан. Ол жоқ.
Негіз қай қаладан келдіңіз өзіңіз? Талғаннан ба? Бәрекелді. Ойнаған ән? Көзің түпсіз терең тұңғиықтан жаралған, сонда жатыр менде білмес орындалмас бар арман. Сенің көзің түпсіз терең тұңғиықтан жаралған дейді. Қол соғып қойыңыздар, шабалар. Рахмет. Ал енді Жандос мырза отыра келіңізші, бір шабалақ соғып қойыңыздар жәкеңе. Жандосқа бір шабалақ соғып қойыңыздар. Миы қатыс дейтін бір қонақтар бар ма? Бағана ойынға қатыспаған, подарка алмаған дегендей. Кім бар? Анандай есепке бақта бір шәрішшілер болады ортада. Кім? Ахмет. Ахмет мырза ортаға келіңіз. Ахмет. Ахмет мырза, ассалаумағалейкум. Қош келдіңіз. Қай қала? Біз осындағы неден балық дейді. Шабалақ соғып қойыңыздар. Балық дейтіндер бар ма? Төртеуді кім бар? Диас. Диас мырза, миы қатыс дейтіндер шығып жатыр. Орда келіңіздерге қош келдіңіз. Тағы әйел азаматшалардан шығарсаңыз да болады. Ана қол көтеріп отырғаныңыз. Келіңіз. Төрден. Кім болмайсың? Салтанат ханым. Ана кісіні көрсетіп жатыр. Кім? Кім? Жадыра. Жадыра ханым, Жадыра ханым болса келіңіз. Жадыра ханым. Жадыра ханым. Ортаға келіңіз. Тағы кім бар? Қаламқас. 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 Тағы бар? Ақмарал ханым, Ақмарал ханым. Ақмарал. Ақмарал бар ма? Жоқ па? Тағы басқа. Диана. Диана ханым. Диана ханымға бір шабалақ соғып қойыңыздар. Жәке, дастарханның төрінде жайғастырыңыз болады. Ойын шарты өте оңай. Бізде бір подарка қалды. Бір подарка қалды. Сіздер көпсіздер осы бір подаркаға қаласамыз. Енді мен айттым ғой, ешкіммен атыстырып, ешкіммен билетейін деп тұрған жоқпын. Ең бастысы осы 40 адамның ішінен миы қатыс дейтін деп 6 жұпты сіздер таңдап алдық. Қазір ойын шарты өте оңай. Ойын шарты былай. Мен 1 десем, келесі санды орысша айтасыз, 2 дейсіз. Егер де мен 2 десем, келесі санды қазақша айтасыз, 3 дейсіз. Егер де мен 3 десем, 4 дейсің. 4 десем, 5 дейсің. Келістік қой. Өте оңай. Кет. 1. Осылай міне. 2. 3. 4. Осылай. 3. 5. Ой. Сен ешкімді тыңдама. Бірінші Құдай, екінші мені ғана тыңдасашы. Бұл репетиция енді. Кім береді деп отыр. Кетті ал. Кім жазасады, бірден ойын шарты бойынша қоштасамыз. Келістік па? 1. 2. 3. 5. 4. Дұрыс. 4. 6. 7. 8. 10. 10. Рахмет. Жайғаса беріңіз. Сізге мен 1-ді айта берем, сіз 2 деп тұра берсеңіз болды. Келістік па? 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 8. 9. Дұрыс. 8-нан кейін 9 болады. Шабалақ соғып қойыңыздар. Жақындап тұрайық. Кетті қарай. 1. 2. 1. 3. Айттым ғой, брата, 1 деп тұра берем, 2 дей бер дедім ғой. Болды, қайтып брата. 3 деген емес, 1 десің.
Сізге қарап тұрып нерві соғып кетті ғой мен. Бекер қарап тұрды, 3 деп отыр. Жарайды. 1 2 3 4 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 12 13 миллион 462 миллион 463 болады. Рахмет, бір қол соғып қойыңыздар. Есіміңіз? Диана? Салтанат. Диана ханым мен Салтанат ханымға шапалақ соғып қойыңыздар. Финал! Кетті қарағай. 1 мен 1 деймін, 2 деймін, 3 дейсіз. Келістік пе? Түсіндіңіз бе? Былай. 1 2 3 4 5 Алло. 6 Апа қайда? не, ау. Мармон қайда? Түсінбей қалдым. Түсінбей қалғанда былай ғой, мен 1 деймін, 2 3 4 5 6 деген сияқты. Кет. 1 Ой, садық қайтыңыз. Әбден миын ашып қойып нақсы берді. Есіміңіз? Диана ханым, ойынның жеңімпазы. Шапалақ соғып қойыңыздар. Ал Диана ханым, жеңіс құтты болсын. Осылай жеңіске жетудің себебі неден? Ох, тек ақтадық қой. Шапалақ соғып қойыңыздар. Ақылды Диана ханым. Рахмет, алдайын ағақтағайын, рұқсат болса осы інілерін ортаға шақырайын, туған інілері, бауырлары деп жазған екен. Қуаныш мырза бастап келіп отырған Әлібек, Айдана, әдемі, қымбат, қарақат, әсем. Билеп шығыңыздар ортаға, інілері. Рахмет. Жәке қайдасыз? Жәке, келіңіз ортаға. Ал енді қош келдіңіздер, той құтты болсын. Мынау сіздердің аттарыңыздан сіңілдеріңіз, қарындастарыңыз еріп жатыр екен. Бұл той сіздердің тойларыңыз, сондықтан да төртеуіңіз сөйлеңіздер, қалғанымыз қосылайық. Ал көке, жеңге, қыздарыңыздың туғаны құтты болсын, той денсаулығы мықты болсын, үлкен азаматша, салиқалы ұрпақтан болсын. Сіздерге қызықтарын көрсетіп жүре берсін, үлкен азаматшы болсын. Тағы тойларыңыз құтты болсын. Аға, жеңге, бүгінгі ең алғашқы қуаныштарыңыз. Асылымның бір жасы құтты болсын, басқан қадамы 10 болсын, әрдайым жолы ашық болсын, бағы 5 елі болсын, алға бармақтай бақ берсін. Атына заты сай, асылым деген асыл, бағалы, баға жетпес, құнды қыздардың бірі болсын. Не деймін, дені сау болсын бастысы. Артынан іні қарындастары ере берсін. Екеуіміздің сол қыздарымыздың қуанышын көруге нәсіп етсін. Бақытты болсын, ұзақ ғұмыр тілеймін. Жандос көке, Нұржамал жеңге, сіздерді бүгінгі тойларыңызбен шын жүректен құттықтаймын. Асылым үлкен азаматша болсын, сіздерге тек қана жақсылығын көрсете берсін. Асылым тек қана қуаныш сәттерінде жиналайық, осы жерде айтылған дұға тілектердің барлығы Алланың құлағына шалынсын. Сіздерге тек қана бақыт тілеймін, Асылымның артынан іні сіңлілері ере берсін. Жандос көке, Нұржамал жеңге, тойларыңыз құтты болсын. Достары, туыстары, сіздерге келгендеріңізге мың алғыс. Асылымның туған күні құтты болсын. Артынан салиқалы бір жақсы інілері көбейе берсін. Бәрекелді, рахмет, тілеген тілектеріңіз қабыл болсын, той-той боласын. Келіңіздер бір естеріп фотоға түсіп алайық. Інілеріне, қарындастарға осы әулеттің бір қол соғып қойыңыздар, ардақтар ағайындар. Ал құрметті жетісулықтар, той-той боласын, шапа кетсе орта. Сенсің
сөз сөйлемей қалдым деген кісілер бар ма ортада? Ешкім қалып қалмады ма? Ал ендеше ортаға мен бүгінгі Жандос мырза менен Нұржамал ханымды ортаға шақырайын. Той иелеріне бір қос оқуыңызға қойдым. Жандос мырза келіңізші ортаға. Шапалақ соққыңызға той иелеріне. Ал енді Жандос мырза мынау енді бүгінгі тойда тілек айтпай қалдым, сөз сөйлемей қалдым деген кісілер бар ма? Бәрі тілек айтты ма? Ал енді ардақты ағайын, құрметті қазақ елі, көтеретін халық, өсіретін халық, өшіретін халық. Бүгінгі той қалай өтті? Той қалай өтті? Бәрекелді рахмет. Ал енді 90 ауыз сөзге сөйлесіп келген ағайын туыс достарға, құдаларға, әні қарындастарға, достарға деген бір тамаша бір тілектеріңізді тыңдасақ өздеріңіздің. Ал құрметті бауырларым, жолдастарым, нағашыларым, налыстан келген балысыңдарым, барлықтарыңа рахмет. Бірау сөзін жерге қалдырмайды. Бәлерің үйлерінде той болсын осындай. Үлкен рахмет. Осындай жастардың басында үлкендер болмады. Келмей қалған келмей қалған біраз адамдар болады, біраз келмеді. Жұмыстармен, нелермен. Бәрі жағдайларын айтты ренжімейміз енді. Келгендерге көп рахмет. Сосын осы үлкендердің жолын бізге берсін. Осы үлкендердің артынан еріп жүре берейік. Тек жақсылық болсын, осындай тойда, жиында жиналайық. Барлықтарыңа рахмет. Одан кейін Ақтаудағы келін балам Ақжайыққа рахмет енді. Сонау жақтан бала шағасын тастап келіп отырған. Сауын келіп өзім келсем деп. Көп рахмет. Сол басқа барлықтарың осындай тойда жиналайық, аман болайық. Ауырмаңдар, сырқамаң барайық. Дендерің сау болсын, бала шағаларың аман болсын. Осы атамыздың жасын бізге берсін. Атамыз біраз немерелер келмей қалды, бәрін шақырғанбыз. Танымайсыз. Сол. Рахмет, көп барлықтарыңа. Барлықтарыңызға рахмет, әйтеуір бізді сыйлап, қуанышымызбен бөлісіп жатқандарыңызға. Достарымызға рахмет, Алматыдан келіп әйтеуір қуанышымызды бөлісіп жатыр. Өзім келіндеріме, абысындарыма рахмет, әйтеуір барын беріп, тойбастар қайсына келіп қалампасқа рахмет. Қайсыңызға рахмет, әйтеуір үйлесіп, неғып, жүгіріп, не керек, не қызмет керек, қалай көмектесеміз деп. Абысыныма рахмет, сонау Ақтаудан келіп, құттықтап, өзі тұсауын кесіп, тілегін айтып, қайныма рахмет, соны жіберіп отырған бар деп. Сіздерде де той болсын, жақсылық болсын, тойда қызмет етейік. Барлықтарыңызға рахмет, бізді сыйлап келіп отырған барлықтарыңызға алғыс білдіремін. Ата-енеме рахмет, өйстіп бізді осы ата-енемнің арқасында осылай жүрміз әйтеуір. Біз бір ауыз не айтсақ, ата-ене бізді қолдап отырады. Папа біз осылай жастарға берейік деп едік деп, жарайды деп өздері білесіздер деді. Ата-енемнің арқасында осылай жүргеніміз шалқып, айтам, мама папама рахмет. Сол барлықтарыңызға алғыс білдіремін. Қуанышта, жақсылықта, тойда жолға. Пападаға рахмет. Ал енді осы асылымыздан кейін тағы да бір қуаныш болайын деп жатыр осы шаңырақта негізі. Енді рұқсат болса мен ортаға алдыртайын шақырды. Бір қол соғып қойсаңыздар болатын шығар, келіп алып келіңіз. Келіп шақырып тұрайық. Енді осы асылымызымыздың тойынан кейін арты тойға бассын, тойға шақырайық деп жатқан ниет қой. Ал ортаға келіп бүйтіп тұра қаласың. Білесіз ба өзіңіз, ортаға. Ал сіз ортасына тұрыңыз, мына кісілердің ортасына қарай беріп жақындап қойып, алға қарай. Ортасына бүйтіп стой болып тұра қаласаңыз болды. Ал енді осы асылым қызымыздың артынан тағы да бір қуанышты жағдай болайын деп тұр. Былай достар, енді өздеріңіз түсініп отқан шығарсыздар,
Шапалақ соғып қойыңыздар. Ал кім қалай деп ойлайды? Ал ол дегендеріңіз қол көтерейік. Почти 80% бұл деп отыр. Ал қыз бір 60%. Ол ма қыз ба қазір көрейік енді. Сіз өзіңіздің ойыңыз. Бұйырғаны ғой, ұл болса да қыз болса да. Егізден. Сіздің ойыңыз? Алланың берген. Алланың берген. Әйтеуір екеуіне бере берсе болды, ол таңдамайды. Екеуіне бере берсе болды болып тұр ғой. Ал ол қыз. Ал мен ортасында ерекше келсе сен мен сияқтысың ба? Өшеге мен сен сияқтымын ба? Егіз деп қояды. Ал көрейік ал енді. Әлде опа! Ал енді бәрекелді. Осымен той бітті деп жазып осымен той бітті деп жазып тұрген. Ешқандай ұл да жоқ, қыз да жоқ үшін. Керек пе өздерін туғандар деп отыр ғой бұл кісілер. Енді той құтты болсын, мереке құтты болсын. Мынау енді осы қазақ айтады ғой, жерлесіміз Жұматай ақынның бір тамаша сөзі бар. Сендер аман болыңдар, жақсы адамдар алынбас тас қамалда деп. Менің тілейтінім осы Жандос мырза менен Нұржамал ханымның айналасында сіздер секілді жаны жайсаң жақсылар көп болса екен деп тілейміз. Рахмет достар, той боласың, дастарханға жайғасыңыздар. Мына Есенқұл ағамыздың да бір тамаша сөзі бар, дастарханға жайғаса беріңіз. Айнала жер басқан, сүйгізген сүйген мұңдасқан, өлеңі өмір жырдастан, менде де арман жоқ шығар, сіздермен бірге сырласқан деген екен. Рахмет, құрметті жетісулықтар, бүгінгі дүбірді той қыласың. Әрине осы Жандос мырза менен Нұржамал ханым Құдай қалап әкеміз бен анамыздың жолын беріп, алтын қасықтай ұл тәрбиелеп, күміс қасықтай қыз тәрбиелеп, қазалы оттан түспесін, ұлдары аттан түспесін. Осы Жандос мырза менен Нұржамал ханымнан тараған ұрпақ, атта отырса жерге жақын, тақта отырса елге жақын азаматшылар осы асылым қызымыздың артынан ере берсін дегіміз келеді. Ал енді құрметті қазақ елі, бүгінгі дүбірлі тойларыңыз тағы да құтты болсын. Мынау енді Мұқағали ақынның бір тамаша сөзі бар. Пай-пай өмір өтесің ау бір күні, тыясың ау қуанышты күлкіні. Өмір деген бір жарқ еткен найзағай, өмір деген көк аспанның күркірі. Пай-пай өмір өтесің ау бір күні, болмағандай. Сен де біз ұрпақтарға береміз де кезекті, кету үшін келгенбіз, кетеміз ау деген дейді. Сондықтан да бүгінгі дүбірлі той құтты болсын. Сол қысқа ғана ғұмырда жақсымен өткізген жарты сағат, жаманның өтіп кеткен өмір дейді. Құрметті жақсылар, бүгінгі ұлан асыр дүбірлі тойларыңыз құтты болсын. Сіздермен бірге болған Тамада Бейбіт Рысбек, рахмет, құрметті жетісу. Деп қалды сөздерін аяп қалды, уақытта біраз жерге таяп қалды. Менің осымен жұмысым бітті. Тойларыңыз құтты болсын, ардақты ағайындар. Ал ортадан кетпейміз, билейік, көңіл